Баршаңызға сәлем қыздар. Мінекей біз сіздермен бүгін осындай керемет ешқандай қопсытқыш қоспайтын бисквитті әзірлейтін боламыз. Ендеше бізге ең алдымен осындай құрғақ ыдыстар қажет. Іші май болмаса су болмау керек. Енді жұмыртқамызды алдымен 5 жұмыртқамызды ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Мінекей бір ыдысқа сары уызын, бір ыдысқа ақ уызын осылай салып отырыңыздар. Ыдыстарыңыз жаңағы айтқанымдай ішінде бір тамшы суда болмау қажет, және осылай сары уызын бөліп жатқан кезде бір тамшы сары уызы ақ уызға қосылып кетпеу қажет. Осыны қатты қадағалаңыздар. Егер де қосылып кеткен жағдайда оны алып тастаңыздар бірден. Себебі сіздің бисквиттеріңіз көтермей отырып қалатын болады. Сондықтан осы ережені қатты сақтаныңыздар. Ал енді осы белогымызға шекерімізді саламыз. 125 грамм шекер бізге осы 5 жұмыртқаға жетеді. Енді жақсылап миксерлейміз, ал сары уызымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей тек қана осындай лопатканың көмегімен жасай салыңыздар. Ешқандай миксерменен жасаудың қажеті жоқ. Енді мінекей біздің белогымыз аппақ болды, осылай көтеріліп. Енді жаңағы араластырған сары уызымызды қосып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырыңыздар. Мінекей миксермен араластыруға болмайды, сіздің белоктарыңыз ол кезде отырып қалады. Ал енді ұнымызды осылай електің көмегімен міндетті түрде астынан үстіне қарай дәл осылай жаңағыдай лопатканың көмегімен осылай араластырыңыздар. Арасында ешқандай комочка қалмауы қажет. Екіге болмаса үшке бөліп осылай жасасаңыздар болады. Сол кезде бізде бір келкі масса пайда болады. Осы жасап жатқан кезімізде біз міндетті түрде пешімізді қыздырып қоямыз. Мінекей біздің тестамыз осындай болып шықты. Енді пергамент қағазымызды төсеп, өзіміздің кольцомызға керек размерге, менде бұл жерде 26 размер. Осылай енді саламыз. Белогымыз массамызды жақсылап бетін бір тегіс етіп, пешімізді 160 градусқа қойып, енді 45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, осындай басылмайтын, көтерілген, ешқандай разрыхитель қоспайтын керемет бисквит шықты. Міндетті түрде